Бисмилля, альхамдулилля, уассалату вассаламу аля расулилля. Барлық мақтау Аллаға болсын, сүйікті пайғамбарымызға Алла тағаланың игілігі мен сәлемі болсын. Алла тағала халқымызға тыныштық, аманшылық берсін. Алла тағала елбасыға өзі ұнататын жақсы амалдар жасауын нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, құрметті мұсылмандар. Бүгін осы Алла тағала аспанда деген ақида жайлы сөз қозғағым келіп тұр. Өйткені мынау интернетте ақида сабақтары көбінесе бір жақты болып кетті. Бір жақты дегенім, ақида сабақтарын көбінесе матурди ақидасын ұстанатындар беріп жатыр. Әрине олар Алла тағала аспанда деген ақиданы жамандап, ол ақиданы ұстанғандарды өкінішке орай халыққа адасқандар деп жайып жатыр. Сол теңсіздікті кетіру үшін осы Алла тағала аспанда деген ақиданың Алланың кітабы Құранға, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам хадистеріне сәйкес екенін, және сахабалар бұл ақиданы ұстанғанын, және белгілі ғалымдар мен тәпсіршілер бұл ақиданы дұрыс деп кітаптарына жазып кеткенін дәлелдеуді жөн көріп отырмын. Біріншіден, әрине Алла тағаланың кітабы Құраннан дәлелдерді келтіреміз. Бірақ Құраннан дәлелдерді келтірместен бұрын біз мына нәрселерді ескеруіміз қажет. Бірінші, ол Алланың сөзі ақиқат, шындық. Яғни Алланың сөзінде, Құранда өтірік жоқ. Өйткені Алла тағала Әл-Анъам сүресінің 115 аятында айтады: «Ваттаммат калимату раббика сидқа ва адла». Раббыңның сөзі шындықпен және әділдікпен кәміл болды дейді Алла тағала. Бұл не демек? Құрандағы айтылған сөздің бәрі шындық, және Құраннан шыққан үкімдердің бәрі әділдік деген сөз. Екінші нәрсеміз, ол Алла тағаланың аяттары анық түскен. Алла тағаланың сөзі анық болып түскен. Оны біз Алла тағаланың сөзінен, Худ сүресінің 1 аятынан көре аламыз. Алла тағала айтқан: «Алиф лам ро китабун ухкимат аятуху сумма фуссилат мин ладун хакимин хабир». Бұл асаданадан, бәрінен хабардардан, аяттары анық болып түсіндірілген кітап дейді. Ухкимат аятуху, аяттары анық болып түсіндірілген кітап дейді Алла тағала. Және Хадид сүресінің 9 аятында Алла тағала айтады: «Хуаллази юназзилу аля абдихи аятин байинат лиюхриджакум миназ-зулумати илан-нур». Ол сендерді қараңғылықтан жарыққа шығару үшін өзінің құлына анық аяттар түсіреді дейді Алла тағала. Аятин байинат деп келеді осы аятта. Анық аяттар түсіреді. Сондықтан Құранның аяттары анық болып түскен. Ол бір жұмбақ болып түскен жоқ. Және үшінші нәрсеміз, ол Құранның аяттары бізді тура жолға бастау үшін түсірілген. Құранның аяттары бізді адастыру үшін түсірілген жоқ. Оны біз жаңағы келтіріп кеткен Хадид сүресінің 9 аятынан да көреміз. Ол жерде Алла тағала не деді? «Лиюхриджакум миназ-зулумати илан-нур». Сендерді қараңғылықтан жарыққа шығару үшін құлына анық аяттар түсіреді дейді Алла тағала. Қараңғылықтан жарыққа шығару үшін, адасушылықтан ақиқат жолға шығару үшін түсірілген осы аяттар. Және де біз өзі Құранның бетін ашсақ, бірінші Фатиха сүресін кездестіреміз. Сол Фатиха сүресін мұқият оқысақ, біз ол Фатиха сүресі дұға екенін көреміз. Ол Фатиха сүресінде біз Алладан тура жолды сұраймыз. Яғни ихдина сиротал мустақим деп Алладан: «Я Алла, бізді тура жолға сала көр» деп сұраймыз. Кейін Фатиха сүресінен кейін Бақара сүресінің басында Алла тағала бізге жауап бергендей: «Заликал китабу ла райба фих худан лил муттақин». Бұл кітап ішінде күмән жоқ, тақуаларға тура жол деді Алла тағала. Алла тағала бұл кітаптың ішінде бізге тура жолға бастаушы бар екенін хабарлап жатыр. Сондықтан Құранның аяттары бізді адастыру үшін емес, тура жолға салу үшін түсірілген. Осы келтірген заттарға сүйенсек, яғни Алланың сөзі ақиқат, өтірік жоқ, Алланың аяттары анық болып түскен, және Алла тағаланың аяттары адастыру үшін емес, бізді тура жолға бастау үшін түсірілген екенін, осының бәрін ескерсек, онда қандай да бір аят бір мағына беріп тұрса,
егер де біреу жоқ, бұл мағынаны біз қабылдамаймыз, негізі мағынасы оның басқа деп осы Құранның аяты беріп тұрған мағынаны жоққа шығарса, онда ол адам Құранда өтірік бар деген ойға ұрынады, немесе Құранның аяттары анық емес дегісі кеп тұр, немесе Құранның аяттары бізді адастыру үшін түсті деген жаман ойға барып тіреледі. Сондықтан қандай да бір аят бір мағынаны беріп тұрса, біз ол мағынаны қабылдаймыз, жоққа шығармаймыз. Және төртінші нәрсеміз, осы Алла Тағаланың сипаттары сипатталған аяттарды біз қалай қабылдауымыз керек. Яғни осы аяттарға қатысты біздің позициямыз қандай болу керек. Осы нәрсені білуіміз қажет. Оны Алла Тағаланың өзі Әл-Имран сүресінің 7-ші аятында бізге түсіндіріп кеткен. Алла Тағала Құранда айтады: «Хуаллази анзала алейкал китаба», ол саған кітап түсірді, «Минху аяту мухкаматун», оның анық аяттары бар, «Хунна уммул китаби», олар кітаптың анасы, яғни негізі, «Ва ухару муташабихат», және басқа ұқсас ұғымды аяттар бар дейді. Ұқсас ұғымды аяттар дегеніміз, яғни муташабихат аяттар дегеніміз, Алла Тағаланың сипаттары сипатталған аяттар да осы аяттардың ішіне кіріп кетеді. Енді бұған бәріміз келісеміз. Енді осы аяттарға қатысты адамдарды Алла Тағала екі топқа бөлді. Біріншісі, фәәммәләзина фи қулубихим зайғун, жүректерінде ауытқу барлар. Және екіншісі, варрасихуна фил илми, білімде мықты тұрғандар. Яғни Алла Тағала адамдарды екі топқа бөлді: жүректерінде ауытқу барларға және білімде мықты тұрғандарға. Және Алла Тағала оларды сипаттап кетті. Жүректерінде ауытқу барларды Алла Тағала не деді? «Фаяттабиуна ма ташабаха минху бтиғаал фитнати ва бтиғаа тауили». Олар жаңағы муташабих аяттардың соңына түсіп алып, фитнаны қалап, муташабих аяттардың түсіндірмесін қалайды. «Вама я'ламу тауилаху иллаллах», бірақ оның түсіндірмесін Алладан басқа ешкім білмейді дейді Алла Тағала. Ал білімде мықты тұрғандарды Алла Тағала не дейді? «Яқулуна аманна бихи куллу мин инди раббина». Олар айтады: біз осы аяттарға иман келтірдік, барлығы Раббымыздың қасынан дейді. Яғни варрасихуна фил илми, білімде мықты тұрғандар осы аяттарды қалай келді солай қабылдай салады. Былай айтқанда қарсы шықпайды, неше түрлі сұрақтар қоймай қабылдай салады. Ал жүректерінде ауытқу барлар осы аяттарды қабылдай салмайды. Түсіндірмесін қалап, керегі жоқ сұрақтарды қойып, осы муташабих аяттардың ішіне былай айтқанда қазбалап кіріп кетеді. Сондықтан осы аяттарға қатысты дұрыс позиция қарсы шықпай иман келтіре салу, логикаға салмау. Өйткені Алла Тағаланың сипаттары біз үшін ғайып әлемге жатады. Ал ғайып әлемнен келген хабарларға логика жүрмейді. Өйткені біздің осы әлемнің логикасы ғайып әлемге жүрмейді. Өйткені ғайып әлем бізге ғайып болғандықтан тек қана иман келтіреміз. Сондықтан Алла Тағаланың өзі осы муташабих сипаттар сипатталған аяттарға біздің позициямыз тек қана қабылдау, иман келтіру болу керек екенін Алла Тағаланың өзі бізге хабарлап жатыр. Осы нәрселерді жақсылап ескерсек, түсінсек, онда келесі аяттарды, яғни дәлелдерді қабылдауға оңай болады, иншалла. Енді дәлелдерге көшейік. Алла Тағала Құранда айтады: «Инна раббакумуллаху лази халақас самавати вал арда фи ситтати айямин thumma става алал арш». Расында Раббыларың Алла аспандар мен жерді 6 күннің ішінде жаратып, сосын аршының үстіне көтерілген. Thumma става алал арш. Араб тілінде истава аля көтерілді деген мағына береді. Яғни Алла Тағаланың өзі аршының үстіне көтерілген бізге хабарлап жатыр. Және Тоха сүресінің 5-ші аятында Алла Тағала айтады: «Ар-Рахману алал арши става». Мейірімді аршының үстіне көтерілді дейді. Яғни Алла Тағала аршының үстіне көтерілді. Бұл жерде де Алла Тағала өзінің арш үстіне көтерілгенін хабарлап жатыр. Келесі аятымыз Фатир сүресінің 10-шы аяты. Алла Тағала айтады: «Илайхи яс'адул калимут таййибу вал амалус салиху ярфa'у». Оған қарай жақсы сөз көтеріледі, салихалы амал оны көтереді. Оған қарай дегеніміз Аллаға қарай. Аллаға қарай жақсы сөз көтеріледі.
Алла тағала бұл жерде ясаду араб тілінде көтеріледі деген сөзді қолданды. Оған қарай көтеріледі. Егер оған қарай жақсы сөз көтерілсе, Алла тағала үстімізде деген сөз. Өйткені бұл жерде оған қарай жетеді, барады деген жоқ. Көтеріледі деп Алла тағала бізге нақты айтып тұр. Және Ма'аридж сүресінің 4-ші аятында Алла тағала айтады: "Ta'рujul malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana." Періштелер мен рух дегеніміз Жибрил алейхиссалам, оған қарай көтеріледі дейді. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi. Періштелер мен Жибрил алейхиссалам оған қарай көтеріледі. Фи яумин кана миқдару 50,000 сана. Бір күннің ішінде көтеріледі дейді. Өлшемі 50,000 жылға тең болған. Періштелер мен рух Жибрил алейхиссалам оған қарай көтеріледі деп бұл жерде Алла тағала қайтадан көтеріледі деген сөзді қолданды. Ta'руju, көтеріледі деген сөзді қолданды. Және Әл-Имран сүресінің 55-ші аятында айтады Алла тағала: "Из қала Аллаху я Иса инни мутаваффика ва рафи'ука иlayya." Алла тағала айтты дейді Иса пайғамбарға: "Ей Иса, мен сені бұл өмірден алып, өзіме қарай көтеремін." Бұл жерде де Алла тағала Иса пайғамбарды өзіме қарай көтеремін деп айтып жатыр. Жақындатамын емес, көтеремін, нақты көтеремін деп тұр Алла тағала. Және Ниса сүресінің 157-158 аяттарында да Алла тағала айтады: "Ва қаталуху яқинан бәл рафааху Аллаху илейхи." Ақиқатында олар оны өлтірген жоқ, бірақ Алла оны өзіне қарай көтерді деп Алла тағала бұл жерде көтерді деген сөзді қолданып жатыр. Біліп қойыңыздар, Құранда әрбір сөз жай айтылмаған. Құран ол Алланың сөзі, Алланың кітабы, ол жай бір адамның кітабы емес. Адамның өзі бір кітап шығарар алдында әр сөзін мұқият жаңағындай тексеріп алып, бұл сөз орынды ма, орынсыз ба, ертең дұрыс мағына бере ма деп тексертіп бірақ қана шығарады. Ал Құран ол адамның сөзі емес, ол Алла тағаланың сөзі. Ол жерде әрбір сөз жай айтылмаған. Және бір қызығы, Алла тағала бұл жерде көтеріледі деген сөздің бір ғана түрін қолданған жоқ, бірнеше синонимін қолданды. Бір аятта ясаду деді, екінші аятта ta'ruju деді, үшінші аятта рафа'a деді. Бұл сөздердің барлығы көтеріледі деген мағына береді. Егер Алла тағала нақты көтерді десе, біз солай қабылдаймыз. Өйткені басын айтып кеткендей, Құранның аяттары анық түсірілген. Келесі аятта Ғафир сүресінің 2-ші аятында Алла тағала айтады: "Танзилул китаби миналлахил азизил алим." Бұл кітап Алла білуші Алладан түсірілді дейді. Алладан түсірілді деп Алла тағала бұл жерде түсірілді деген сөзді қолданылып жатыр Алла тағала. Және Ан-Нахл сүресінің 102-ші аятында Алла тағала айтады: "Қул наззалаху рухул қудуси мир раббика бил хаққи." Алла тағала айт дейді. Оны, яғни Құранды, Раббыңнан қасиетті рух ақиқатпен түсірді. Жибрил алейхиссалам кітапты Раббымыздан ақиқатпен түсірді деп Алла тағала бұл жерде қайтадан түсірді деген сөзді қолданып жатыр. Және біз білеміз, Құран аспаннан түскенін. Осы аяттар Раббымыздың біздің үстімізде, яғни аспанда екеніне дәлел. Келесі Мүлк сүресінің 16-17 аяттарында Алла тағала айтады: "Ааминтум ман фис самаи ай яхсифа бикумул арда фа иза хия тамур." Аспандағыдан аманмын деп ойлайсыңдар ма? Алла тағала айтып тұр: аспандағыдан аманмын деп ойлайсыңдар ма? Яғни Алладан аманмын деп ойлайсыңдар ма? Сендерді жердің теңселіп тұрған кезінде оған жұттырып жіберуден. Алла тағалаға аспанда деген сипатты негізі біз емес берген. Оны Алла тағаланың өзі Құранда өзіне берген сипат ол. Мән фис сама, аспандағыдан. Және Алла тағала айтады: "Ам аминтум мән фис сама ай юрсила алейкум хасиба." Немесе аспандағыдан аманмын деп ойлайсыңдар ма? Сендерге айюрсила алейкум хасиба, сендерге тас аралас дауыл жіберуден. Фасата'ламуна кайфа назир, жақында ескертуім қандай екенін білесіңдер. Енді сұрақ, неге Алла тағала өзіне осы аяттарда
мән фиссама деген сипат берді, яғни аспандағы деген сипат берді. Неге? Адастыру үшін ба, әлде тура жолға салу үшін ба? Әрине бізді тура жолға салу үшін. Алла сақтасын, Құран аяттары бізді адастыру үшін түсірілді деп ойлаудан. Және келесі Ғофир сүресінің 36-37 аяттарында Алла Тағала айтады: «Вақала фирауну, фирғаун айтты дейді, я хаману бнили сарха, ей хаман, маған биік мұнара сал дейді. Ләалли аблуғул асбаба самауат, мүмкін мен жолдарға жетермін, аспанның жолдарына жетермін дейді. Фаатталиу иля илахи Муса, және кейін Мусаның құдайын көрермін дейді. Мусаның құдайын көрермін дейді. Ва инни ла азуннуху казиба, расында мен оны өтірікші деп ойлаймын. Бұл аяттан біз не түсінеміз? Фирғаун Хаманға айтты: ей Хаман, биік мұнара сал, мен соған мұнараға көтеріліп, Мусаның құдайын көрермін, бірақ мен өтірікші санаймын Мусаны. Осы аятты жақсы түсіну үшін, оны жақсылап оқып, мына екі сұраққа жауап көріңіздер. Біріншісі, Фирғаун кімге сенбеді? Мусаға сенбеді. Фирғаун не нәрсеге сенбеді? Аспанда Мусаның құдайы бар екеніне сенбеді. Өйткені ол өзін құдаймын деп айтқан. Мен құдаймын деп айтқан. Сондықтан аспанда Мусаның құдайы бар екенін сенбей тұр. Енді бұл жерден үшінші сұрақ туады. Мусаның құдайы аспанда екеніне иман келтірмеген адам кімге ұқсап қалады? Жауабын өздеріңіз ойланып көріңіздер. Және келесі аятымызда Нахл сүресінің 50-ші аятында Алла Тағала айтады: «Яхафуна раббахум мин фауқихим ва яф'алуна ма ю'марун». Алла Тағала бұл аятта періштелерді сипаттап, олар өздерінің үстеріндегі Раббысынан қорқады дейді. Яхафуна раббахум мин фауқихим, үстеріндегі Раббысынан қорқады дейді. Ва яф'алуна ма ю'марун, және бұйырылған затты орындайды. Бұл аятта Алла Тағала нақты періштелер өздерінің үстеріндегі Раббысынан қорқады деп Алла Тағала бізге хабарлап жатыр. Енді өздеріңіз көріп тұрғандай, осы келтірген аяттардың барлығы Алла Тағаланың аспанда екеніне тіке дәлел болып тұр. Нақты тіке дәлел болып тұр. Ал матрудилер осы Құраннан өздерінің ақидасын растайтын дәлел келтіре ала ма? Жаңа Алла Тағала мекен бермейміз деген сөзге дәлел келтіре ала ма? Жоқ. Өйткені Құранда Алла Тағала аспанда емес, немесе Алла Тағала мекен бермейміз деген бірде бір аят жоқ. Сондықтан матридилердің бар келтіретін дәлелдері Құраннан осы аяттардың мағынасын жоққа шығару, логика арқылы. Ал біз басында айтып кеттік, Алла Тағаланың сипаттары сипатталған аяттарды біз логикаға салмай иман келтіреміз. Өйткені бұл ғайып әлем. Ғайып әлемге біздің логикамыз жүрмейді дедік. Олар осы аяттарды, біз келтірген аяттарды жоққа шығару үшін Хадид сүресінің 4-ші аятын келтіреді. Ол жерде Алла Тағала айтқан: «Ва хуа маакум айнама кунтум». Ол сендермен бірге қайда болсаңдар да. Осы аятты келтіріп, олар айтады: неге онда осы аятты тіке қабылдамайсыңдар? Бұл жерде Алла Тағала айтып тұр ғой: «Ва хуа маакум айнама кунтум». Ол сендермен бірге қайда болсаңдар да деп. Біріншіден, араб тіліндегі ма'a деген сөз, яғни маакум, бірге, сендермен бірге деген сөз, сендердің қасында, жаныңда деген сөз емес. Өйткені араб тілінде жаныңда, қасында деген инда, биджанибик деген басқа сөздер бар. А маакум деген сөз міндетті түрде сендердің қасында, жаныңда деген мағына бермейді. Екіншіден, бұл аятта Алла Тағала білімімен екенін, яғни біліп тұрғанын, көріп тұрғанын, сол мағынада бірге екен Алла Тағаланың өзі осы аяттың ішінде бізге түсіндіріп кетті. Оны түсіну үшін бұл аятты толық оқу керек, бөліп алмай ішінен. Осы аятты енді толық оқып көрейік. Алла Тағала айтады Хадид сүресінің 4-ші аятында: «Хуаллази халақас самауати вал арда фи ситтати айямин сумма става алал арш». Ол аспандар мен жерді 6 күннің ішінде жаратып,
кейін аршың үстіне көтерілді дейді Алла Тағала. Я'ламу ма ялiju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Ол жерге не кіріп, не шығып жатқанын, аспаннан не түсіп, не көтеріліп жатқанын біледі дейді Алла Тағала. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ол сендермен бірге қайда болсаңдар да. Алла Тағала басында осы дүниеде не болып жатқан бәрін біледі деп тұрып, ол сендермен бірге қайда болсаңдар да деп білімімен екенін Алла Тағаланың өзі айтып тұр. Кейін Алла Тағала не дейді? Валлаху бима та'малуна басир. Алла Тағала не істеп жатқандарыңды көріп тұр. Яғни егер бұл ма'акум деген сөз қасында деген мағынаны беріп тұрса, онда көріп тұр деген сөз былай айтқанда артық болушы еді. Бірақ Алла Тағала сақтасын, Құранда бір нәрсе артық болуынан. Осы валлаху бима та'малуна басир, Алла Тағала не істеп тұрғандарыңды көріп тұр деген сөздің өзі сол мағынада бірге екенін айтып тұр. Алла Тағаланың өзі бізге қалай сендермен бірге екенін осы аяттың ішінде түсіндіріп кеткен. Сондықтан біз айтамыз, бұл аятты біз қалай келді солай қабылдаймыз, тіке қабылдаймыз. Біріншіден, араб тілінде ма'a деген сөз міндетті түрде қасында, жанында деген сөз емес, бірге деген сөз. Қалай бірге екенін Алла Тағала өзі осы аяттың ішінде бізге айтып кеткен. Білімімен, көруімен бірге екенін. Сондықтан бұл аятты біз қалай келді солай қабылдаймыз. Және осы аятқа ұқсас мағына Муджадала сүресінің 7-ші аятында келген. Ол жерде Алла Тағала айтады: Алам тара анналлаха я'ламу ма фис самавати ва ма фил ард. Алла Тағаланың аспандардағы нәрселерді және жердегі нәрселерді білетінін көрмедің бе дейді. Яғни білмедің бе дейді Алла Тағала. Алла Тағала аятты өзінің білімімен бастап жатыр. Ма якуну мин наджва саласатин илля хуа раби'ухум. Үшеуінің арасында құпия әңгіме болмайды, ол төртінші болмайынша. Валя хамсатин илля хуа садисухум. Және бесеудің арасында құпия әңгіме болмайды, ол алтыншысы болмайынша. Валя адна мин залика валя аксара илля хуа ма'ахум айнама кану. Әр бұдан аз не көп болсын, олар қайда болса да, ол олармен бірге. Және Алла Тағала әрі қарай не дейді? Сумма юнаббиухум бима амилу яумал қиямати. Кейін қиямет күні оларға не істегендерін хабарлайды. Инналлаха бикулли шайин алим. Расында Алла барлық нәрсені білуші деп Алла Тағала аяттың соңында өзінің барлық затты білетінін қайтадан хабарлап жатыр. Хуа маахум айнама кану. Ол олармен бірге қайда болса да деген сөз білімімен екен Алла Тағаланың өзі осы аяттың ішінде бізге түсіндіріп жатыр. Сондықтан біз бұл аятты тіке қабылдаймыз. Алла Тағала бізге қалай бірге екенін түсіндірді, солай қабылдаймыз. Және Таха сүресінің 46-шы аятында Алла Тағала айтады Муса пайғамбар мен Харун пайғамбарға: Қала ла тахафа. Ол айтты, қорықпаңдар. Иннани ма'акума. Мен сендермен біргемін деді. Бірақ Алла Тағала осы жерде тоқтай салған жоқ. Асмау ва аро. Естіп тұрмын, көріп тұрмын деді. Сол мағынада Алла Тағала олармен бірге екенін бізге Алла Тағаланың өзі түсіндіріп кетті. Сондықтан ва хуа ма'акум айнама кунтум. Ол сендермен бірге қайда болсаңдар да деген аят жаңағы алдындағы келтіріп кеткен аяттардың мағынасын жоққа шығаруға дәлел болмайды. Өйткені біз бұл аятқа қарсы шығып жатқан жоқпыз. Керісінше Алла Тағаланың өзі қалай түсіндіріп кетті, солай қабылдап жатырмыз. Және олардың тағы да бір келтіретін дәлелдері Шура сүресінің 11-ші аяты. Ол жерде Алла Тағала айтады: Лайса камислихи шай. Оған ұқсайтын еш нәрсе жоқ дейді. Ва хуа самиул басир. Ол естуші, көруші. Бұл аят негізінде жаңағы біз келтірген аяттардың мағынасын жоққа шығаруға дәлел болмайды. Бұл аят ұқсатпауға дәлел болады. Өйткені бұл аятта Алла Тағала оған ұқсайтын еш нәрсе жоқ деп тұр. Өзі тілдік мағынасы ұқсамайды деген сөз жоққа шығармайды, ол жоқ екен білдірмейді. Керісінше бар екен білдіреді. Түсінікті болу үшін бір мысал келтірейін. Егер біреу айтса, менде осындай бір сотка бар, оның мынандай бір характеристикалары бар, оның осыншама памяті бар, осыншама экраны бар деп мысалы айтып жатса, біреу келіп айтса, менікі ұқсамайды десе, осы ұқсамайды деген сөзінен біз оның соткасының бар екенін түсінеміз бе, әлде жоқ екенін түсінеміз бе?
біз оның соткасының бар екенін түсінеміз. Сондықтан бұл аят ұқсатпауға дәлел болады. Алла тағаланың Құранда келген есімдері мен сипаттарын жаратылыстардың сипаттарына ұқсатпау, жоққа шығару емес. Сондықтан біз осы аятқа сүйеніп Алла тағаланың есімдері мен сипаттарын ұқсатпаймыз, елестетпейміз, ойға салмаймыз, тек қана қалай келді солай қабылдаймыз. Енді біреуміз айтуы мүмкін, біз Құранмен ғана шектеліп қалмаймыз ғой. Құранның кейбір түсініксіз жерлерін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам түсіндіріп кеткен жоқ па деп. Иә, ол дұрыс. Біз Құранмен ғана шектеліп қалмаймыз, өйткені Алла тағала Құранда айтқан: "Ва анзарна илейка зикро", біз саған еске алатын зат түсірдік. "Литубаййина линнаси", адамдарға түсіндіруің үшін, "ма нуззила илейхим", оларға не түсірілгенін. Сондықтан біз пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам хадистеріне де сүйенеміз. Бірақ мен сіздерге айтып кетейін, пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам өзінің көп хадистерінде Алла тағала нақты аспанда екенін айтып кеткен. Ол хадистерді Алла қаласа біз келесі видеомызда келтіреміз, иншаалла. Және тағы айта кетейін деген затым, ол менің мақсатым бір дау шығару, имамдарға қарсы шығу емес. Негізгі мен мақсатым дауды тоқтату. Өйткені мұсылмандардың сауаты артқан сайын дау да азаяды. Сондықтан Алла тағала халқымызға хидаят беріп, діни сауатын арттырсын. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.